Барлықтарыңызға қайырлы күн. Берекелі дастархан арнасына қош келдіңіздер. Мені қолдап, видеоны соңына дейін қарап, Берекелі дастархан арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода біз жүгерінің ұнынан жасалатын қимақ жасайтын боламыз. Біздің қимағымыздың дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Бізге керекті заттар: 3 жұмыртқамыздың үстіне 3 ас қасық қантымызды саламыз. Жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Және 450 грамм сүтіміздің жартысын құйып араластырып аламыз. Екі 250 грамм жүгері ұнымыздың үстіне жарты шай қасық содамызды салып алдын ала араластырып аламыз. Жүгері ұнымызды бірден салып жібермейміз, өйткені түйіршіктеніп қалады. Жай-жайдан 2-ге бөліп немесе 3-ге бөліп салып араластырып тұрамыз. Қалған жартысы сүтімізді құйып, шамалы араластырып аламыз. Зәйтүн майымыздан 3 ас қасық құямыз. Егер де сіздерде зәйтүн майы болмаса, сұйық маймен алмастырсаңыздар болады. Шамалы араластырып аламыз. Біздің қимағымыз осындай сұйықтықта болып шығады. Алдын ала тавамызды қыздырып аламыз. Кішкене сұйық май жағып аламыз. Қимағымызды құйып, тегістеп құйып аламыз қимағымызды. Біздің қимағымыздың жасалуы және пісіруі жарты сағат қана уақыт алады. Әр қимақтың пісуі жарты минут уақыт алады. Біздің қимағымыз пісіп дайын болды. Біздің қимақтарымыз дайын болды. Менде 15 дана қимақ шықты. Егер де менің видеом ұнап жатырса, менің видеома лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.